Ассаламу алейкум қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дана. Бүгін сіздермен бірге осындай формасын керемет ұстап тұратын заварной кремді жасайтын боламыз. Бұл кремді медовик, Наполеон торттардың ортасына жағуға пайдалансаңыз болады, немесе профитроли эклер жасағанда пайдалансаңыздар да жарайды. Ендеше кеттік. Бізге керекті заттар: сары май, сүт, 2 дана жұмыртқа, қант және де ұн. Енді ұнға кішкене крахмал араластырылған. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды саламыз, қантымызды саламыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамыздың үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Тағы да жақсылап қоймалжың масса болғанша араластырамыз. Неге қыздар, бізде осындай масса шығады. Енді осы массамыздың үстіне сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз сүтпен толықтай араласып кетуі керек. Неге қыздар, біздің массамыз дайын. Енді осы массамызды қайнағанша орташа отта араластырып тұрып ұстайтын боламыз. Біздің массамыз тезірек қоюланады. Неге осылай қайнаған кезде оттан түсіреміз. Кремді толықтай суытып, дәл осы қалпында май қоспай-ақ пайдалансаңыздар да болады. Енді ыдысымызға жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Миксермен майымыз кішкене ағарғанша жақсылап араластыратын боламыз. Сары май міндетті түрде жұмсақ болу керек, әйтпесе біздің майымыз іртік-іртік болып қалады. Енді қайнатпалы массамызды 1-2 қасықтан осы сары майымызға қосып араластыратын боламыз. Тым қатты көп қосып жібермеңіздер, 1-2 қасық қоссаңыздар жеткілікті. Дәл осы ретпен 1-2 қасықтан қосып отырып, қайнатпалы массамызбен сары майымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Қыздар, біздің креміміз дайын болды. Мен осындай одноразовый мешокқа салып алдым. Және де насадканы пайдаландым. Сіздерге кремнің қалай өзінің формасын ұстауын көрсету үшін. Қараңыздаршы, креміміз осындай формасын өте керемет ұстайды. Сұйық болып, ағып тұрмайды. Формасын өте жақсы ұстайды. Кез келген тортқа беймарал пайдалана берсеңіздер болады. Қыздар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осы рецептпен қайнатпалы кремдеріңізді дайындап дайын отырыңыздар. Бұйырса ертең осы қайнатпалы креммен дайындалатын медовик тортының рецептісін арнама жүктейтін боламын. Баршаңызға сәттілік.